жеке тұлғалардың банкроттығы бойынша Қазақстан қоғамында қалыптасып кеткен тағы да мынадай миф бар. Банкроттыққа өту үшін мүлкің болмау керек дейді. Мүлкің болса да банкроттыққа өтуің әбден мүмкін, бірақ оны тек сот қарайды. Тағы да мынадай миф бар Қазақстан қоғамында. 12 ай төлемесең де банкроттыққа өтесің деген атаңның басы. 12 ай төлемесең банкроттыққа өтпейсің. Просто банкроттық туралы заңның атын есімізге түсірейікші. Жеке тұлғалардың банкроттығы және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру деп аталады әлгі заң. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру деген банкроттыққа өту емес. Сенің кредитіңді жинап барлығын. 5 кредитің болса, бәрін бір графикке жинап, 5 жыл бойына бір графикпен төлеп тұрасың. Бірақ оны сот шешеді. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру деген осы. Бір сауатсыз журналистердің телевидениені айтып жібергеннен сіздер сондай адасып кеткенсіздер. 12 ай болмаса да банкроттыққа өтемеген ғой деген.